көбейе береді, солай ғой. Кассаға ақша келіп қабылданған сайын, кассаға ақша келіп түскен сайын, кассада ақша қаражаты көбейе береді. Яғни мына жерде 80 мың теңге, 45 мың теңге, 55 мың теңге, 70 мың теңге бұның барлығы наурыз айында біздің кассаға келіп қабылданып жатыр. Яғни кассада ақша қаражаты көбейіп жатыр. Яғни көбейіп жатқандықтан мына сумманың барлығын мен активті шоттың көбею жағына жазамын, яғни дебет жағына жазамын. Түсінікті ғой. Наурыз айының 5-іне 80 мың теңге қабылданды кассаға, яғни кассада ақша қаражаты көбейіп жатыр. 80 мыңды дебет жағына жазамын мен. Себебі көбеюі дебет жағында. 80 мың. Одан кейін 12-сіне 45 мың теңге қабылданды. 45 мың теңге. Одан кейін 18-іне 55 мың теңге қабылданды. Одан кейін 27-сіне 70 мың теңге қабылданды. Мынаның барлығын қосындысы дебиттік айналым деп аталады. Яғни 80 мыңға 45 мың қосамыз, оған 55 мың, 70 мың қосамыз. Сол кезде мына екеуі 150, 160, 200, 250 мың болады. Яғни 250 мың дегеніміз мынау көбеюлердің қосындысы. Яғни дебиттік айналым ол. Енді кредиттік айналым көреміз. Наурыз айында кассадан берілген ақша қаражаттары. Яғни кассадан ақша берілген сайын кассада ақша қаражаттары азая береді. Наурыз айының 3-іне 7 мың теңге берілді. Оны кредит жағына жазамын, яғни азайып жатыр. Азаю жағы кредит жағында, сондықтан азаю жағына жазамын. 7 мың теңге азайды, яғни 7 мың теңге берілді кассадан. Кассадан ақша шықты 7 мың теңге. Наурыз айының 7-сіне 5 мың теңге. Наурыз айының 15-сіне 63 мың теңге. Және наурыз айының 29-сына 55 мың теңге. Кредиттік айналым дегеніміз мына азаюлардың қосындысы, барлығы сонда 70 мың, 80, 130 мың болады. Солай ғой. Кредиттік айналым 130 мың болады, мына барлығын қоссақ. Енді соңғы қалдықты анықтаймыз. Соңғы қалдықты анықтау формуласы міне. Соңғы қалдықты анықтаймыз. Бастапқы қалдыққа, яғни 10 мыңға қосамыз. Дебиттік айналымыз 250 мың теңге бізде. 10 мыңға қосамыз 250 мұңды. Одан алып тастаймыз кредиттік айналымды. Яғни кредиттік айналымыз 130 мың. 130 мың. Сонда соң қалдығымыз 10 мыңға 250 мыңды қосамыз. 260 мың болады. Одан 130 мыңды алсақ 130 мың қалады. Яғни бұл соңғы қалдық. Соңғы қалдық қай жерге жазылады? Соңғы қалдығымыз дебетке жазылады екен. Сондықтан 130 мыңды мен дебет жағына жазамын. Яғни бұл 130 мың наурыз айының соңында қалдығы. Түсінікті ғой. Уже бұл 130 мың наурыз айының соңғы қалдығы болғандықтан ол келесі сәуір айының бастап қалдығына кетеді уже. 130 мың. Түсінікті ғой. Активті шотқа осындай мысал келтірдік. Енді біз пассивті шотқа мысал келтірейік. Пассивті шотқа мысал келтіреміз қазір. Пассивті шоттарының ішіндегі кредиторлық қарызға мысал келтірейік. Кредиторлық қарыздың ішіндегі жеткізіп берушіге қарыз деген шотты қарастырайық. Бұл жерде де есептік кезең наурыз айын ала берейік. Есептік кезең наурыз айы дейік. Наурыз айы. Жеткізіп берушіге қарыз деген шотты алайық. Жеткізіп берушіге қарыз.
жеткізіп берушіге қарыз деген Планшетовта 33.10 деген шотпен қарастырылады. 33.10. Яғни краткосрочная кредиторская задолженность поставщиками и подрядчиками деген шот. Енді мысал келтірейік. Наурыз айының басында жеткізіп кәсіпорынның жеткізіп берушілерге қарызы, яғни поставщиктерге қарызы, жеткізіп берушілерге қарызы 50.000 теңге болды дейік. 50.000 теңге болды. Енді наурыз айында жеткізіп берушілерден сатып алынған тауар, материал суммалары дейді. Бірінші, біз бұл мысалды келтірмес бұрын пассивті шоттың кестесін қарастырып өтейік. Пассивті шоттың кестесі дебет, кредит. Пассивті шоттың бастап қалдығы уже кредитінде болады. Жаңа активті шотта бастап қалдық дебетте болды, енді пассивті шотта бастап қалдық кредит жағында болады. Пассивті шоттың көбеюі де кредит жағында, активті шотқа енді бұл қарама-қарсы керісінше болады. Азаю жағы дебетінде болады. Минус деп қояйық, азаюы. Одан кейін кредиттік айналым кредит жағында, дебет жағында дебеттік айналым. Одан кейін соңғы қалдық. Актив шотта соңғы қалдығымыз дебет жағында енді пассив шотта соңғы қалдығымыз кредит жағында болады. Соңғы қалдық. Енді мына мысалымыз ары қарай жалғастырайық. Наурыз айында жеткізіп берушілерден сатып алынған тауар, материал суммалары дейді. Енді наурыз айының 4-іне жеткізіп берушілерден 120.000 теңгеге тауар немесе материал сатып алдық дейік. Наурыз айының 11-іне жеткізіп берушілерден, поставщиктерден 90.000 теңгеге тауар немесе материал сатып алдық дейік. Және наурыз айының 20-сына жеткізіп берушілерден 110.000 теңгеге тауар немесе материал сатып алдық дейік. Және наурыз айының 28-іне поставщиктерден 30.000 теңгеге материал немесе тауар сатып алдық дейік. Одан кейін наурыз айында жеткізіп берушілерге, яғни поставщиктерге, жеткізіп берушілерге төленген суммалар дегенді. Төленген суммалар. Наурыз айының 2-сіне жеткізіп берушілерге 50.000 теңге төленді дейік. Наурыз айының 6-сына 110.000 теңге төленді дейік. Және наурыз айының 13-іне 100.000 теңге төленді дейік. Наурыз айының 24-іне 80.000 теңге төленді дейік. Және наурыз айының 30-ына жеткізіп берушілерге 30.000 теңге төленді дейік. Енді осы жеткізіп берушіге қарыз деген шотты, ол кредиторлық қарыздың ішіндегі жеткізіп берушілерге қарыз деген шот, яғни жеткізіп берушілерге біздің қарызымыз поставщиктерге. Ол кредиторлық қарыз пассив болғандықтан оны
пассивті шотта қарастырамыз қазір. Пассивті шот деген жерге мен жеткізіп берушіге қарыз деп жазам. Жеткізіп берушіге қарыз 33.10 деген шотпен қарастырылады. Дебет, кредит. Мына жерде біздің наурыз айының басында кәсіпорын жеткізіп берушілерге қарызы 50.000 теңге болды дейді. Яғни наурыз айының басындағы жеткізіп берушілерге біздің кәсіпорынымыздың қарызы. Яғни қарыз ол 50.000 теңге бастап қалдыққа келеді. 50.000 теңге бастап қалды кредит жағында болғандықтан мен кредитіне мен 50.000 деп жазам. 50.000. Одан кейін мына жерде наурыз айында жеткізіп берушілерден сатып алынған тауар материал суммалары дейді. Яғни біз наурыз айында мынанша суммаға 120.000-ға, 90.000-ға, 110.000-ға, 30.000-ға тауар материал сатып алған екенбіз. Яғни біз тауар материал сатып алған сайын жеткізіп берушілерге қарыз бола береміз поставщиктерге, солай ғой. Яғни біз қарыз болған сайын біздің қарызымыз көбейе береді жеткізіп берушілерге. Сондықтан мен оны көбею жағына жазам, мына сумманың барлығын. Кредит жағына жазам. Өйткені көбею кредит жағында. Наурыз айының 4-іне 120.000 теңгеге қарыз болдық. Яғни 120.000 теңге қарызымыз көбейді. Наурыз айының 11-іне 90.000 теңгеге қарызымыз көбейді. Наурыз айының 20-сына 110.000 теңгеге көбейді. Және наурыз айының 28-іне 30.000 теңгеге көбейді. Одан кейін наурыз айында жеткізіп берушілерге төленген суммалар дейді. Яғни жеткізіп берушілерге біз қарызымызды төлеген сайын біздің қарызымыз азая береді. Олай ғой, қарызымыз төлеген кезде қарызымыз азаяды. Яғни наурыз айының 2-сіне 50.000 теңге қарызымызды төледік, 50.000 теңгеге қарызымыз азайды. Одан кейін 110.000 теңгеге азайды, одан кейін 100.000 теңгеге, сосын 80.000 теңгеге, сосын 30.000 теңгеге азайды. Яғни бұның барлығын мен азаю жағына жазам, дебет жаққа жазам. Наурыз айының 2-сіне 50.000 теңгеге қарызымыз азайды, наурыз айының 6-сына 110.000 теңгеге, наурыз айының 13-іне 100.000 теңгеге азайды, 24-іне 80.000 теңгеге азайды, және 30-ына 30.000 теңгеге азайды. Мынаның барлығы кредиттік айналым, мынаның барлығы дебиттік айналым. Енді қосып шығайық. Дебиттік айналымды қосып шығайық. Мынау 210 болады екеуі, мынамен 290, 320, 370.000 болады екен. Яғни дебеттік айналымымыз 370.000 теңге. Кредиттік айналымымыз 200, 320, 350 болады екен. Яғни кредиттік айналымымыз 350, дебеттік айналымымыз 370.000 теңге. Енді соңғы қалдық табамыз. Соңғы қалдықтың табу формуласы пассивті шоттағы соңғы қалдықтың табу формуласы бастапқы қалдыққа қосамыз кредиттік айналымды, одан алып тастаймыз дебиттік айналымды. Енді есептеп көрейік. Бастап қалдыққа, яғни 50.000-ға қосамыз кредиттік айналымды, 350.000-ды кредиттік айналым. Одан алып тастаймыз дебиттік айналымды, 370.000-ды. Сонда 400.000-ға 370.000 азайтсақ 30.000 теңге қалады екен. Соңғы қалдық қайда? Кредитте. Сондықтан 30.000-ды кредит жаққа жазам мен. Соңғы қалдығымыз 30.000 болды. Яғни наурыз айының соңындағы жеткізіп берушілерге біздің қарызымыз 30.000 теңге болды. Бүгінгі тақырып түсінікті ғой, активті шоттарды жаттаймыз. Активті шот пен пассивті шоттың кестесін жаттаймыз және активтер мен пассивтерді жаттаймыз. Активтер мен пассивтерді ажырата алмайтын болсақ, біз уже келесі тақырыптарды өту бізге қиын болады. Сондықтан келесі сабаққа дейін активтер мен пассивтерді жаттаңыздар және активті шотты, пассивті шотты жаттаңыздар. Келесі көріскенше сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.